Мен орталық саябада мына отырған заттарымен бір кісілерді көрдім. Соларға жақындап бір-екі сұхбат алайын. Сәлеметсіз бе? Сіз байқаймын, сіз осы жерде отырсыз екен. Сіз бір жақтан көшіп келдіңіз ба? Зерендеден көшіп келгенбіз 6 жыл. Сіз осы жақтың адамы екенсіз, иә? Өзіңізді таныстырып жіберсеңіз. Жасым 50-ге, Зеренова Ботагөз Куандыковна боламын. Мына кісі 50-десі. Мына кісі сіздің анаңыз ба? Жасыңыз нешеде, әже? 84-темін. 84 жас. Мына балаңыз ба? Жасың нешеде? 29-да. 29-дағы боламын. Енді сіз мына байқаймын, заттарыңызбен бір көшіп жүрген адам сияқсыз. Сіз қазір қай жерде тұрып жатсыз? Біз тұрып жатқан үй Абыл Қасымов көшеде 48-ші Времянкада тұрғанбыз. Ал бірақ 13 күні маусымның 13 күні кешке таман астан кестен шығарып сындырып тастаған орыстарды көрдік. Өздері арақ ішіп алып, сол үйде біреулер сындырып кетті Времянкада. сындырып тастады. Енді содан кейін не істедіңіз? Содан кейін мен сол күні емес, келесі күні милицияға сол жерге айтсам, олар сосын қараймыз, қазір уақытымыз жоқ деп айтты. Одан кейін міне Акимиятқа бардым. Акимият ана милицияға қайта жіберді, милиция қайтын екен. Милицияға барып, жаңағыдай жағдайымды айтсам, оның нақты кім екенін, оны кім көрді, оны свидетель керек. Сөйтіп баста шатастырып алсын, мен міне соңғы үмітім облыстық администрацияға бардым. Кеше ғана міне 2 күннің ішінде бардым, осының бәрін айтып. Сондағы айтқан сөзі, ішіндегі секретарат айтады, қазір бізде карантин, әкім қабылдамайды. Үлкен әкім Маржықпаев, Ермек Боранбаев, мен білем, облыс әкімі. Ол кісі айтады, қазір ол кісі қабылдамайды. Сіздің сұхбатыңызды өзіңіз ауыз-ауыз айтыңыз, мен сізге не жәрдемдесем көрем деп сөйледі. Содан кейін мен сұхбат ретінде бәрін айтып едім. Сіз қорықпай сол үйге бара беріңіз, қазір участковый жіберем, сіздің анау тұрған жеріңізді тексереді, және сіздің сынып атқан үйді жөндеп береді дегесін сеніп барғам. 2 сағат күттік, ешкім келген жоқ. Сосын түнге қарай біз онда үйде қалай жатамыз? Қайта кетіп, қайта вокзалдың тұсында жүрдік. Одан кейін мынау орталыққа келіп, аялдамада қондық. 2-ші күні барып, мынау автогородокта бір апай болған, біз шай береме деп барып қалған. Анау елемесі көші. Сонан барсақ, бір апайка отыр екен, далада баласымен сөйлесіп. Соларға барып, жаңағы жағдайды түсініп бергеннен кейін, бір жұмаға кіргізейін. Жарайды, біз бәріміз Қазақбайдың баласымыз ғой, жағдайды түсінеміз деп кіргізіп алды. Кухнясын берді. Сосын шаруаны бәрін істеп көмектесіңіз дегесін, бәрін істеп көмектесіп отырдым. Суын әкеп отырдым, ана тағы басқа да шаруа бар. Бірақ соңғы жұманың аяқ кезінде аяқ астынан мына апайка айттым ба баласына, баласы өз-өзінен ашуланып бізге жаңағы кухняға кіріп, неше түрлі сөз айтқасын өзім шошып кеттім. Мен айттым ғой, шешем айтып отыр, шешем айтып отыр. Сосын одан кейін айттым, сізді кім азғырды, осынша не болып қалды десем, менің өзі мамам айтты деді. Мамам айтты, өзім жаңағыдай бізде кішігірім скандал болып жатыр. Өзі өзіңіз осы мәселені өзін шешпесеңіз кім шешеді? Біз айтқанда өкініп отырмыз, сізді маған алған өзі қазір мазанып кетіп отыр деп сөйлеп. Сосын біз өзіміз жиналып үйден шықтық. Сөйткенде сіз әйтеуір сол үйден де сол үйлер бір белгісіз жағдаймен сізді шығарып жіберсеңіз шеш, әйтеуір тұра алмадыңыз, тұрғызбады. Тұрғызбады, бірақ біз ұрысқан жоқпыз. Қанша уақыт болды сіздің жүргеніңізге? Қанша уақыт жүрсіз қазір сіз? Одан кейін кетіп қалдыңыз. Қайда паналап жүрсіз одан кейін? Енді айтып отырмын ғой. Аялдамада қонып. Аялдамада қонып жүрсіз. Әр аялдамада осы 5. Мына автобус тоқтайтын аялдамаларда жатып жүрсіз ба сіз? Аялдамада тоқтап, онда қонып отырмын. Қиын екен жағдайыңыз. Өйткені аяғымыздан тұрып үйді өзіміз сұрастырдық.
кескаларға бардық, анда мында общежитияның бастықтарына бардық, орын жоқ дейді айтатындар. Солай. Күллі жерден сұрастырдым. Оған барып жүргенде аяғым уже түсіп кетті, аяғым ауырады, белім ауырады. Мына мамкамның белі ауырып жатыр. Солай ғой. Автомобильден суық тиіп қалды. Енді бүгінгі күні жалпы қазір баратын жеріңіз жоқ қой сіздің. Қайда барасыз қонуға қазір? Енді қайда барамыз біз? Сол аялдамада қонатын. Қайтып аялдамаға барасыз. Ал енді милиция да көрді, милицияға да осыны айттым. Өте өкінішті. Енді мен мына осы видеоны енді біздер халыққа бір көмекке бір бейнебаянды жолдап қараймыз. Осы бір халық көмектесіп қала ма деп бір азаматтар еліміздегі бір үйлері бар, временкілері бар, бір жері көмектесіп қала ма деп сенеміз. Енді акиматта көмектесетін шығар, қанша дем бардыңыз ғой. Карантин анау мынау дейді. Енді бір әділеттік шешіп бір көмек көрсете ма деп сіз ойлайсыз ғой. Енді ол ертең енді бүгінгі күні жалпы сізде жататын жеріңіз жоқ. Соны бір өте өкінішті. Енді бір халыққа бір жолдап қараймыз ба деген ойымызбен қазір видео жасап жатырмын мен. Енді бірінші Алла, одан кейін бір халық біреулер көмектесе ма деп үміттенейік енді апасы. Алла жар болсын. Әрине, Алла жар болсын. Мен мына тұрған орталық мешітке бәлен қабат бардым. Ішіндегі иманмен Мешіттерге барып көрдіңіз ба? Бардым ғой. Міне орталық мешітті басқаратын қазір ұмытып қалдым. Қуаныш аты. Оның жаңа екінші жекеттің бастығы Ерболат. Сол кісілермен сөйлестім. Жарайды, үй мәселені шешпесеңіз де көмек мәселесін шешіп бересіз ба деп едім. Осындай күндері келіңіз дейді. Келген күні бар беретінен 3-ақ мың теңге. Жартып ақша берген жоқ шыны керек. Продукта береді. Әлгі белмешел, оны мен айттым, мынаны неге бересіз? 5 жұмыс жоқ, 5 жұмыс істемейді. Газым жоқ, оны қайтып не қыламын. Ақырында қасында көршілерге беретін болдым. Пісіретін жер жоқ. Ыстық тамақ ішетін. Енді сіз қазір бүгінгі күні жалпы жұмыс істемейсіз ғой. Күн қалай көріп жүрсіз сіз жалпы? Енді мен өзім жұмысқа жарамайын, жағдайым жоқ. 2000 жылдары мен анау инвалидпін деп тек комиссиядан өттім. Өтіп күлі нелердің бәрін алдым қолыма. Ол кезде біз Қостанайда болдық. Соңғы үмітім тек комиссияның бастығы не дейді екен дегенде, біз сізді жайда көріп тұрмыз инвалид екен, бірақ мен сізден не алу керек деді, функция. Мен айттым, мен функцияны береді екен, ертең мені қаражат сұрап өлмеймін. Жоқ деді, мен қарсы шықтым, мен функция беремін. Түсінікті. Енді жалпы қысқаша айтқанда сіз енді мүгедектікке немесе басқа бір төлемдерге бүгінгі күні өтпей тұрсыз. То есть сіз алып жатқан жоқсыз ешқандай қазір үкіметтен ештеңе, ешқандай ақы. Мына кісі пенсия ала ма? Мына кісі мамам пенсия алады. И ана бала мүгедектік пенсия алып жүр, тек соған күн көріп жатсыз. Бұл кісі екінші группаға инвалид, только пенсия аламай қалып жүр. Жоқ, солай ғой енді, өтпеген болып тұр. Түсініп отырмыз. Мынау бел бәрі қирап қалған. Мынау заты көне бәрі жері бәрі. Жауырынның сызығы қабырғасы бәрі сынық. Осы бір жұманың ішінде мен айтып отырмын. Анау аяқ бәрі бітім емес. Біз осы пенсияда біз өзіміз құртып алдық. Әлемге анда-мында гостиницаға беріп 10 мың теңгеден беріп отырдым. 4 күнге 40 мың бердім. Последний ақшаны анау 13 күні 6,5 мың теңгені әйтеуір кейбір адамдардан сұрастырып, көмек сұрап, бір суткаға жаттық. Қонақ үйде жатып көрдіңіз? Сол әлемде гостиница. Сол жаман уақиға болған күні. Түсінікті, иә. Қонақ үй деген енді қазір солай қымбат қылдың бәрі. Енді тіпті нан алатын ақша болмағасын, мен кісілерден жағдайымды айтып, айтқанда қайыр сұрадым. Сонда тұрған ештеңе жоқ. Адамдарда сұрадым. Солай қиын болып жатыр. Мен күнделікті Құдайдың жәрдемдесіп беретін. Кейбір 10 мың теңге, кейбір 500 теңге солай береді. Базарға шығып жүрсіз сұрап, ақша сұрап. Сұрадым, жағдайымды айттым. Түсінікті, иә. Сол ақшаға біз мындай тамақ ішіп отырдық. Ыстық тамақ. Енді ыстық тамақ сорпа. Асханаларға барып тұрасыз. Қазір енді милиция шақырып қойыпты. Ол милиция келіп мені адаптацияға апармақ ойлады. Мен айттым, мен адаптацияға бармайын. Біз арақ ішетін адам емес. Біз
мындай адамбыз, онда арақ ішетін адамдар және паспорттарды, удостоверение жоқ адамдарды ғана алады. Мен адаптациядан бас тартамын деді милицияға айтты. Одан кейін айтты, дүйсенбі күні келіңіз, журналисттер келеді, бәлен келеді, бүгін маған ондай керек жоқ дедім. Мен ондайды көп қатты бере алмаймын. Өйткені ертең тағы біз кінәлі шығуға ма? Біз ешқандай кінәміз жоқ. Біз барлық кінәміз онда далада қалған кінәлі адам бола ма дедім. Солай ғой. Ол кінәлі болмайды ондай адам дедім. Мен міне әлі күнге шейін күллі жерге барып жүрмін. Кабинетке де бардым, милицияға да бардым. Осы жағдайды айтсам, ешкім көмектесетін емес. Мен сізден сұрайын өтінемін, бір баспана тауып беріңіз деді ол жігітке айтты. Бірақ ол жігіт айтады, мен қалай сізге баспана тауып беремін? Мен интернетке жазып беремін, сосын ол жақтан журналист келеді, дүйсенбі күні сөйтеді, бірақ сізге баспана тауып бермейді. Иә, түсінікті. Бүгінге дейін ешқандай сол жағдай шешіліп жатқан жоқ қой енді, әкімшілік жағынан ешқандай не. Не керек, мен өзім міне облыс әкімге барсам оларды дейді, қаланың әкімшілікке барсам ол қабылдамайын дейді, ішіне күзетшілер кіргізбейді. Міне бәріне барып көрдім, кәмелетке шаршадым, шыны керек. Өте өкінішті, енді жалпы үміт енді бір халық жағынан бір көмек болса екен деп, біздерде енді бір бейнебаян қараймыз, бір көмек болып қалар. Халықтан Алла зар болсын енді. Алла жар болсын. Халық көрдім, Аллаға үміттеймін. базарда отырдым, көмек сұрадым, бәрінен айттым жағдайымды. Осылай қималып жатырмын, ауырып жатырмын, басым айналып құлап қалдым, жүрегім ауырады. Менің 3 инсульт көтердім, 3 инсульттер қалаздадым. Клинический смерть болды, одан өттім. Бәленше операция болды, мен өзім қатты ауыратын болдым. Жүрегім ауырады, басым айналады, құлап қалам кейде. Көп өте сотрясение болды маған. Нападение, покушение, осының бәрі басымдан өтті. Расын айтамын мен. Өте көп нападение көрдім. Покушение деген менен. Балтамен де шауға жаздады, пышақпен де өлтіре жаздады. Осының бәрін көрдім мен. Жағдайым өте қиын соқты. Оның бәрін мен Зеренде де көрдім. Зеренде ауданы, соның ішінде. Бізге осындай жаман уақиға болды. Содан кейін біз мұнда көшіп келдік қалаға. Пәтер жалдадым, Красноярда пәтер жалдадым, Шанхайда пәтер жалдадым, тағы қандай жер. Парковый көшеден пәтер жалдадым, болып жатырмын да көшелердің бәрі. Чернышевский көшеде солды Шанхай, онда пәтер жалдадым, ақшасын төлеп отырдым. Бірақ олар үйдің иелері кейде кейбір арақ ішіп алама керек, әйелін тыңдайына керек. Ақырында біз крайне болатын.